нағыз ұбт-да келетін, бірақ көп оқушылардың шығаруға қиналатын мына бір есебін сіздермен тез талдап өтейік. Суретте берілген график бойынша функцияның формуласын табыңыз дейді. Демек, графикке қарап отырып функцияның формуласын табатын болсақ, онда графиктен біз қиылысу нүктелерін тауып алайық. Мысалы, 1 мен 1, 2 мен 3, және сәйкесінше мына жерде -1 мен -3, 0 мен -1 деген нүктелерді тауып алады екенбіз. Енді осы нүктелерді мынандай кішігірім бір кестеге салатын болсақ, x, y. Қарасақ, -1-де ол мән тең болады екен -3-ге, 0-де тең болады екен -1-ге, 1-де тең болады екен 1-ге, сәйкесінше 2-де тең болады екен 3-ге. Енді осы кестеге сай келетін функцияны іздеп көрейік. Бірінші 0 деген санды аламыз. 0 деген санды a деген вариантқа қоятын болсам, яғни y тең болады 2 көбейтілген 0 -1, ол сәйкесінше -1 деген жауапты береді екен. Онда менің есебім а нұсқасында дұрыс деп ұйғарсам болады екен. Себебі қалған сандарға қосылып тұрған санның барлығы -1-ге тең емес екен. Осындай есептерді тез әрі нақты жолмен шығарып үйренгің келсе, біздің каналға тіркеле кет.